Жаңаруға бет алыс қалай? Учаскелерде алдағы уақытта қандай жұмыстар жүргізіледі? Аудандардың бүгінгі қам-қарекеті қандай? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін біз аудандарға сапарымызды жалғастырамыз. Қайырлы күн, эфирде Energy Time, студияда Аяжан Әбдіқалық. жыл мекемемізде еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікті сақтау күні болып бекітілді. Техникалық қауіпсіздік жұмыстарына тек қаламызда ғана емес, аудандық учаскелерде де аса мән беріледі. Қобда ауданында өртке қарсы жаттығу жұмыстары жүргізіліп, мамандар жаттығуға белсене атсалысты. Мамандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін жаттығу жұмыстары мекемемізде апта сайын өткізіледі. Себебі техникалық қауіпсіздік адам өмірінің кепілі. Жаздың екінші айы шілде, шіліңгір ыстықпен басталды. Қажырлы еңбектің нағыз қайнайтын кезі де осы айда болады, яғни шілде шаруа айы. Мекемеміздің әрбір аудандық электр желілері учаскелерінде қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Бұл жөнінде баяндайтын тікелей эфирде менің әріптесім Әдемі Сайлаубай. Әдемі, студия, сіз эфирдесіз. Қазір біз Байғанин электр желілері учаскесіндеміз. Ауданда бекітілген жұмыс жоспары бойынша іс-шаралар рет-ретімен жүзеге асырылуда. Атаулы аудандағы іс-шаралар туралы толығырақ ақпаратты учаске басшысы Ербол Саденович баяндайды. Байғанин аудандық электр желілері бойынша 2023 жылға жоспарланған 5 нысанымыз бар. Ол қазіргі таңда 100%-ға орындалып тұр. Айтап айтатын болсақ, КТП 10-04 киловольттық 2 нысан, 04 киловольттық электр желілері 2 дана, 10 киловольттық электр желілері 1 дана қазіргі таңда толығымен орындалып тұр. Сонымен қатар біздің аудан бойынша 4599 жеке тұлғалар бар, 549 заңды тұлғалар бар. Солармен біз жұмыс жасалып жатыр. Сонымен қатар аудан бойынша 72 КТП 10-04 киловольттық электр қондырғыларымыз бар. 04 киловольттық электр желілеріміз бар. 35 киловольттық электр желілеріміз. Ол жұмыстардың бәрін біздің Байғанин электр желілерінің жұмысшылары орындайды. Байғанин ауданындағы сапар көңілге қуаныш ұялатты. Себебі бұл учаске қызметкерлерінің жұмысты тыңғылықты орындаумен қоса спортты қатар алып келе жатқанына куә болдық. Осынау қиындығы мол қызметте жүре тұра, спортпен шұғылдануды әдетке айналдырған учаске мамандары аудандық футбол жарыстарының жеңімпаздары атанып үлгерген. Жұмысқа және спортқа деген махаббатпен әлі де биік белестерге жететіндеріңізге біз сенеміз. 20 мыңға жуық тұрғыны бар Ойыл ауданын үздіксіз жарықпен қамтамасыз ету үшін Ойыл ауданы электр жүйелері учаскесінде жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп, басым бөлігі орындалған. Жұмыс барысы туралы толығырақ ақпаратты учаске басшысы Серік Сағынович баяндайды. Ойыл ауданы бойынша биылғы жоспар күрделі жұмыста Ойыл Дейш коммунист толық бітірдік. Августте болатын 2 КТП-міз бар еді, Бершиевте, РПД-ште. Оны да бітірдік. Қазіргі таңда бізде Ойыл орталығында Ойыл Дейш 04 АТПУ 312 311 комсомолдағы ғана алмастыру керек, сым алмастыру керек. Сонымен амандық болса, сол капремонтты уақытынан бұрын аяқтаймыз деп пландап отырмыз. Алға ауданын электр тоғымен үздіксіз қамтамасыз етіп отырған Алға электр желілері учаскесі 1960 жылы салынған. Және бұл Ақтөбе облысындағы жалғыз жабық электр станциясы. Алға электр жүйесі участығы бойынша 2023 жылы біз сым ауыстырылады, капремонт бойынша және де бағана ауыстырылады. Соның ішінде бізде ВЛ 10 киловольт катодный бар. 3 ТП-міз бар. Мына Есет Батыр ауылында ТППВ 1301, 1306 және де Алға қаласы бойынша ЗТП 100 квартирный деген ТП-ларымыз бар. Сонымен қатар бізде ВЛ 35 киловольт Алға Павловка күрделі ремонттар жүретін болады. ВЛ 10 киловольт Есет Батыр Темірей деген линия күрделі ремонт болады. ВЛ 10 киловольт Культабанда күрделі ремонт жүреді. Соған байланысты сосын бізде инвест программада бағана ауыстырылады. АЭС провод, СИП проводымызға ауыстырылатын болады. Алға қаласы бойынша көптен бері шешімін табылмай жүрген
ЗТП универмаг 82 жылғы биылғы таңда мына КТП-ге деген новый трансформаторный подстанция қойылатын болады. 2 трансформаторы бар. Сосын мына ЦРП город пен 100 квартирдің арасында сол кабеліміз алмастырылатын болады. Ал 30-дан аса елді мекенді жарықпен қамтамасыз етіп отырған Қобда электр желілері учаскесінде бірнеше бағана мен сым ауыстырылып, күрделі жөндеу жұмыстары жасалуда. Қобда электр желісі бойынша жоспарланған 2023 жылға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Июнь айында бір әуе желісін аяқтадық, күрделі жөндеу. Брусиловка әуе желісі Қаракемер селосына барып тұрған. Бағана сым ауысты, жаңартылды. Сонымен қатар Қарағанды елді мекеніне барып тұрған қосалқы станция күрделі жөндеуден өтті. Енді бізде Ақырап поселкесінде әуе желісі бар, 04. Бағана ауысады. Сонымен қатар Талдысай елді мекенінде және де Ақырап елді мекенінде қосалқы станция күрделі жөндеуден өтеді. Ағымдағы жылға белгіленген жұмыс жоспар бойынша Темір ауданында жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде. Аудандық жұмыстар жөнінде толығырақ ақпаратты Темір ауданы электр желілері учаскесінің басшысы Талғат Нұрбергенұлы баяндап берді. Темір ауданы бойынша биылғы 2023 жылы ағаш бағана темір бетон бағанаға ауысады. Соның ішінде реконструкция бойынша Шұбарқұдық елді мекеніне салынады. Ауылдың ішіне, орталық көшелерінде. Темір қаласында, тоже ауылдың ішінде, ВЛ-04 деп айтамыз. Кеңгияқ елді мекенінде ВЛ-10 совхоз Кеңгияқский дегенге салынады. Шұбардың басында осы ВЛ-10 Қарағандыға ауысады. Көне бағаналар жаңа заманауи темір бетонды бағаналарға ауысады. Сосын ол сым ауысады АЭС-35-ке. Оның ішіндегі ВЛ-10 нефтепромысл деген біздерде қазіргі таңда ең көп сөнетін линиялардың бірі болғандықтан соған салынайын тұр. Совхоз Кеңгияқский ВЛ-10 Кеңгияқ елді мекеніне салынады. Темір қаласына салынады. Шұбардың ішіндегі ВЛ-10 Қарағанды реконструкция бойынша салынады. СИП кабель бар біздерде биыл. Шұбардың басындағы ВЛ-04 деп айтамыз. Заманауи енеге сымды СИП кабельге алмастырамыз. Сосын биылғы жылға тағы да бөлініп тұрған жұмыстың біреуі ол ВЛ-10 нефтепромысл деп айтамыз. Биылға сым траверс изолятор ауысады. Биылға біздің жоспарлар осы. Бүгінгі электр энергиясына қатысты мәселенің жай-жапсары осындай. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электропатрулі үйде және тұрмыста қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы туралы естеріңізге салады. Балалар қауіпсіздігі жөнінде ережелерді мекеменің ресми Instagram парақшасынан оқи аласыздар. Бұдан бөлек, бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба алатындарыңызды еске саламыз. Бағдарламаның келесі шығарылымын жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліңіздер. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар.